алушылар. Алгоритмдеу және бағдарламалау пәнінің онлайн сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритм және оның түрлері. Алгоритм бұл соңғы қадамдардан тұратын, қажетті нәтиже шығаратын іс-әрекеттердің реттелген түрі. Әрбір алгоритмде басы, бір немесе бірнеше дұрыс қадамы және соңы болуы шарт. Алгоритмнің 3 түрі бар. Олар сызықтық, тармақталған және циклдық. Сызықтық алгоритм қарапайым қадамдар тізбегінен тұрады. Әрекеттердің бірінен кейін бірін тізбектеле орындалуын сызықтық алгоритм деп атаймыз. Сызықтық алгоритмнің блок схемасы. Алгоритмнің басы, белгілі бір айнымалыларды енгіземіз. Сол айнымалыларға орындалатын амалдар, нәтижесін шығару және алгоритмнің соңы. Ал құрметті білім алушылар, экранға назар аударайық. Естеріңізде болса, алдыңғы сабақта тал отырғызудың алгоритмін қарастырған болатымыз. Ал осы сабақта 4 бұрыштың ауданын табайық. Блок схемаға қараңыздар. Енгізу бөліміне ені мен ұзындығын енгіземіз. Одан кейін формуласын жазамыз. Формуласы S тең А көбейту Б. Шығару бөліміне мәні шығады, S-тің мәні. Және де соңы. Тармақталған алгоритм белгілі бір логикалық шартқа байланысты әрекеттердің біріншісін немесе басқасының орындалуын айтамыз. Тармақталған алгоритмнің 2 формасы бар. Олар толық және толық емес тармаққа бөлінеді. Толық формасы мұндай алгоритм берілген шартқа байланысты әрекеттердің біріншісін немесе басқасын орындайды. Толық емес формасы бұл алгоритм берілген шартқа тәуелді болғандықтан кейбір әрекеттері орындалмауы мүмкін. Мысалы, толық тармақталуды шарт берілген. Шартқа я жоқ деп жауап беріп, 2 іс-әрекет орындалуда. Ал толық емес тармақталуда шарт берілген, шартқа жоқ деп жауап берген жағдайда алгоритм аяқталып тұр. Тармақталу операторы көрсетілген шартқа тәуелді, құрамына кіретін операторлардың орындалуын немесе орындалмауын қамтамасыз етеді. Тармақталған алгоритмдерді бағдарланған кезде мынадай қызметші сөздер қолданылады. If, егер, else, әйтпесе, оператордың жазу формасы. If, шарт, егер шарт ақиқат болса, бірінші оператор орындалады. Әйтпесе, екінші оператор орындалады. Тармақталу операторының блок схемасы. Алгоритмнің басы, шарт, егер шарт ақиқат болса, бірінші оператор орындалады да алгоритмнің соңына келеміз. Әйтпесе, екінші шарт орындалады да алгоритмнің соңына келеміз. Бекіту мысалы. А және Б бүтін сандар берілген. 2 санның ең үлкенін анықтайтын программа құрыңыз. Алгоритмнің басы, енгізілетін 2 бүтін сан. Егер шарт қоямыз, егер бірінші сан үлкен болса, яғни ақиқат болса, А саны үлкен болады. Әйтпесе, жалған болса, үлкені Б саны болады. Нәтижесіне максимумды шығарып, алгоритмнің соңына келеміз. Циклдік алгоритмде белгілі бір әрекеттердің бірнеше рет қайталана орындалуын айтамыз. Паскаль тілінде циклдік операторлардың 3 түрі бар. Олар
Параметрлі цикл for, шарттың алдын ала тексеретін while және шартты соңынан тексеретін repeat. For операторы қайталану саны алдын ала белгілі болған кезде қолданылады. While алдын ала циклды орындалу шартын тексеретін оператор. Repeat соңында циклдың тоқтау шартын тексеретін оператор. Циклдік алгоритм екіге бөлінеді. Арифметикалық цикл және итерациялық цикл болып. Қайталану саны белгілі болса, оны арифметикалық цикл деп атаймыз. Қайталану саны белгісіз болса, цикл итерациялық деп аталады. While шартты алдын ала тексеретін цикл. While циклы циклдың әмбебап түрі болып есептеледі. Жазылу формасы. Цикл денесі ақиқат болған жағдайда оператор орындалады. Яғни, шарт цикл денесінен бұрын тексеріледі. Егер шарт ақиқат болса, оператор орындалады. Циклдік алгоритмнің блок схемасы. Алгоритмнің басы. Шарт тексеріледі. Егер шарт ақиқат болған жағдайда, циклдың барлық командалары орындалады. Цикл денесінде шарт қайтадан тексеріледі. Шарт жалған болса, онда цикл денесі аяқталады да алгоритмнің соңына келеміз. Ал құрметті студенттер, мысал қарастырып көрейік. Бұл есепте шарт берілген. Егер x мәні 23 санынан үлкен болса, онда x минус 14 операторы орындалады. Әйтпесе, x плюс 7 шартын орындайтын блок схеманы құрып көрейік. X-тің мәні 29 болып тұр. 29, 23 санынан үлкен болса, онда x минус 14 операторы орындалады да, нәтижесі шығарылып, соңына келеміз. Тағы да осылай 14 мәнін беріп, есепті шығарып көріңіздер. Бұл тармақталу алгоритмнің мысалы болды. Енді циклдік алгоритмнің есебін қарастырайық. Мұнда шарт берілген. Егер x мәні 50 санынан кіші болса, онда я операторы орындалады да, x мәні бізде 8 берілген. 2-ге көбейтіп және 7-ні қосамыз. Шыққан саны 50-ден кіші болса, алгоритм қайталанады. Ал екіншісінде мәні бізге 63-ті берілген. Сол вақытта шарт орындалмайды да, жоқ операторы орындалады, алгоритм аяқталады. Ал балалар, сіздерге тапсырма. Тұрмыста кездесетін жағдайларға тармақталу алгоритміне мысал келтіріп, оны алгоритмдік және графиктік түрде кескіндеңдер. Мысалы, жаңбыр жауып тұр ма? Иә болса қол шатыр аламыз, жоқ болса жоқ қол шатыр алмаймыз деген сияқты күнделікті өмірде қолданатын жұмыстың алгоритмін құрастырамыз. Екінші тапсырма – есеп. Сабақ барысында осыған ұқсас есеп шығардық. Егер x мәні 0-ден үлкен болса, онда y тең x плюс 2, әйтпесе y тең x минус 2. Шарты орындайтын алгоритм құру, оны алгоритмдік және блок схема түрінде кескіндейміз. Ал құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Тақырыпты қорытындылай отырып, мына бекіту сұрақтарына жауап береміз. Сау болыңыздар!